Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бүйрек аурулары жайлы болмақ. Бүйректің қабынуы аутоиммундық сипатты сырқатының алдын алу шаралары сәби дүниеге келген күннен басталу керек. Ата-ана, тұмау, суық тию, тамақ баспасы сияқты дерттердің адамның ең маңызды органы бүйректің зақымдануына соқтыруы мүмкін екенін білу керек. Қадірлі оқырмандар, каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер және төменге пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ағзаға берілетін барлық зат қан айналымымен бүйрек арқылы өтетіндіктен сонда барып жайғасады. Тіс ауруы кімді де болса ығыр қылары сөзсіз. Тістің саулығын сақтау кеңсірік қабынуы, тамақ баспасы, танзилит, фарингит сияқты сырқаттардың болмауынан сақтандырады. Бұл сырқаттардың пиелонефрит сияқты сырқаттармен жақын екенін ескерсек, бұл сырқаттардың алдын алу үшін ауыз қуысының тазалығын сақтап, тіс дәрігеріне жиі қаралып тұру керек. Жұқпалы ОРЗ және басқа да суық тию ауруларына шалдықпас үшін денені шынықтыру керек екенін естен шығармау керек. Қарапайым ереже: қолыңды жу, ауызды шай, тісті тазала, суық құй. Менің әкем әскери адам еді. Ол менің үнемі суық сумен жуынуымды талап ететін. Мен үнемі жауынгерлермен бірге таңертеңгі жаттығуға қатысатынмын. Қыста денемді қармен ысқыласам да ауру дегенді білмедім. Мұны не үшін айтып отырмын? Бүйрек сырқатының алдын алу үшін денені шынықтыру салауатты өмір салтының бір қыры екенін есте ұстаңыз. Ауызды ашып тыныстау арқылы ішкі ағзаға түрлі микробтың түсуіне жол ашамыз. Бұл тыныс жолы өкпеге өте қауіпті, өйткені олардың созылмалы ауруына әкелуі мүмкін. Ол тікелей бүйрекпен байланысты. Суық тию ағзаның қызметін әлсіретіп, бүйрекке түсіп, онда қуықтың қабынуына әкеледі. Бұл жұқпалы вирус пиелонефриттің белгісі. Осылай суық тигізе беруден ағза әлсіреп, ауру асқынады. Осылай созылмалы пиелонефрит пайда болады. Пиелонефриттің негізінде бүйрек тасы туындайды. Сондықтан да суық тиіп ОРЗ-мен ауырған адамдарға айтарым, міндетті түрде бүйрекке арналған шай және дала қырықбуыны, долана, горец птичьи тұндырмаларын жасанды сусындардың орнына ішу керек. Осы сусындармен өзімнің жақындарымды емдеймін. Бүйрек шайлары бүйректің қызметіне жақсы әсер етеді. Таза судың орнына ақбас жусан, таңқурай қосылған шай ішкен дұрыс. Бұл тыныс жолының қабынуына қарсы жақсы көмек береді. Ақбас жусанға құлпынай, долана жапырағын медвежий ушидан бүйрекке арналған шөптерден қайнату дайындаңыз. Бүйректі тазалауға қайың бүршіктері, орман құлпынайы, гүлдегенге дейінгі бақбақ тамыры жақсы көмектеседі. Бақбақ нағыз кешенді дәріхана. Менің анам үнемі бақбақ тамырынан шай демдейтін. Шәйнекке 2 ас қасық кепкен бақбақ тамырын салып, үстінен қайнаған су құю керек. Қарапайым, әрі дәмді, әрі пайдалы. Олай болса, саябақтағы бақбақты арамшөп деп жұлуға болмайды. Оны тамырымен қазып алып, тазалап жуып, орамалмен сүртіп, ұсақтап турап, қағаздың арасына салып кептіріп, салқын жерде сақтау керек. Бақбақты күніне 3 рет шай сияқты демдеп, шайдың орнына ішу керек. Осы сусынға құлпынай, таңқурай қосып ішсеңіз, шайдан бас көтермейсіз. Қара қарақат туралы бірер сөз. Жапырақты жемісімен кептірілген қарақат емдік қойма көзі. Қарақат оның тамыры С дәруменіне өте бай. Егер оны сақтап үлгермесеңіз, қарақаттың аязға шалдыға қоймаған бұтағын бүрімен алып тураңыз. Демдеп ішіңіз. Қарақатта дәрумендер кешені мен минералдар өте көп. Іш қатуы мазалайтын адамдар үшін осы сусынға іш айдауға көмектесетін сенна жапырағын, рауғашты шөптерді қосып ішу керек. Дәрілік шөптер қатарында кептірілген петрушканы сақтаңыз. Бұл шөптің тамаша қасиеті бар. Петрушка тамырын тазалап жуып, ұсақтап тураңыз. 1 ас қасық петрушкаға 1 стакан қайнаған су құйып, аш қарынға ішу керек. Күніне 3 стаканын тамақ алдында 30-40 минут бұрын ішу керек. Мүгжетек тамаша жеміс. Әр үйдің дастарханында зәр шығаратын жолдардың қызметін арттыратын міндетті түрде мүгжетек болғаны дұрыс. Бүйректі тазалау қызметін имбир тамыры жақсартады. Үгітілген сарымсақ, ащы сарымсақ, желкек иісімен тыныс алу пайдалы. Бүйрек тасы сырқатының алдын алу жолының тағы бір мәселесі
Тастың пайда болуының себебі бүйректегі микроэлементтердің шығу қызметінің бұзылуы. Сауықтырудың бірінші міндеті жануарлар белогын пайдалануды шектеу. Бұл құс және шошқа етіне байланысты. Тамақтану негізінде буға пісірілген тағам, майсыз сорпа болуы керек. Тағам құрамында етті аз қолданған дұрыс. Ет бүйрек арқылы шығарылатын азот. Бүйрек суды қажет ететінін әркім жақсы біледі. Егер сұйықты аз қолдансаңыз, тастың пайда болуына алып келеді. Тәулігіне 1,5-2 литр сұйықты қолдану керек. Көк шай ағзада суды ұзақ уақыт сақтап қалатындықтан қара шай ішуді ұсынамын. Шаймен қатар жоғарыда аталған тұндырмаларды ішкен жөн. Артасифон жапырағынан демделген бүйрек шайын ішіңіз. Дайындау және қолдану әдісі: 3 грамм жапыраққа 1 стакан қайнаған су құйып, жарты сағат жылы жерде ұстайсыз. Сүзіңіз. Алғашқы мөлшерге дейін жеткенше үстінен тағы да қайнаған су қосып, жарты стаканнан тамақ алдында жарты сағат бұрын күніне 2 уақыт ішкен жөн. Сөз соңында айтарым, мынаны баса айтқым келеді. Біріншісі, бүйрек сырқатының алдын алу әркімнің қолынан келеді. Өз денсаулығыңызға сақ болып, суық тиюден сақтану керек. Тамақ баспасы, ОРВИ, мұрыннан су ағу сияқты сырқаттарды ұсақ деп қарамай, толық емделу керек. Өйткені осы елемеген аурулар ұзақ емделетін сырқаттарға айналып жатуы мүмкін. Адам иммунитетін күшейтіп, шөп шайлар ішсе болғаны. Авторы Фируза Рахметова, Емші газетінен. Қадірменді оқырмандар, бұл мақаланы жолдау себебім бір адамға болса да пайдасы тиер деген ниетпен жолдап отырмын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Төменге пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк баса кетіңіздер. Егер видео ұнаған болса, таныстарыңызға жіберіңіздер. Менің каналымда көптеген қызықты деректер, мәліметтер бар. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.